Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге ешқандай қайнатуды қажет етпейтін, атылмайтын өте дәмді қыстық салаттың рецептісімен бөлісемін. Бұл салатты қыстыгүні ет тағамымен, палаумен жесеңіз өте дәмді үйлеседі. Видеоны соңына дейін қараңыздар және осы видеоны қолдап қойыңыздар. Бізге керек заттар: барлығын ыстық суға 4-5 мәрте жақсылап жуып алыңыздар. Қызанақтың керек емес жерін алып тастайсыздар. Укроп, кинза және осындай көк пияз қажет болады. Сарымсақ қажет болады. Сарымсақты арнайы осындай ыдыспен езіп алсаңыздар жақсы. Пияз, тәтті бұрыш және сәбіз қажет болады. Қызанақты ортасынан теңдей бөліп және бөлінген бөлігін 3 бөлікке бөліп, орташа көлемде кесіп аласыздар. Үлкен болса 4 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Осылай езбей жақсылап кесіп дайындап аласыздар. Сосын қыздар үлкен ыдысқа жинастырыңыздар, сонда араластыру өте оңай болады. Егер қызанағыңыз осындай кішкентай болса, бар жоғы 2-ақ бөлікке бөлуге де болады, бөлінген бөлігін. Осылай үлкен ыдыстарыңызға барлығын жинақтайсыздар. Тәтті бұрышымызды 3-4 бөлікке бөліп, бірінің үстіне бірін қойып, ұзынша етіп чұқа қылып турап аласыздар. Тәтті бұрыштың түрлі түсін пайдалансаңыздар болады, себебі әдемі көрініс береді. Осылай туралғаннан кейін барлығын бір ыдысқа жинақтайсыздар. Енді пиязымыздың керек емес жерін міндетті түрде алып тастайсыздар да, қатты майда қылудың керегі жоқ, орташа көлемде турап аласыздар. Укроп пен кинзаны да дәл солай турап дайындап қоясыздар. Ал енді чесногымызды, яғни сарымсағымызды міндетті түрде езіп қосасыздар. Бұндай сіздерде ыдыс болмаса, жай ғана пышақпен майда етіп турап алсаңыздар да болады. Бұл жерде мен жарты бас, яғни бір бас сарымсақтың жарты бөлігін ғана пайдаландым. Одан кейін барып біз сәбізімізді осындай теркадан өткізіп аласыздар, майда бөлігімен өткізіп алыңыздар. Содан соң барып пиязымызды, яғни жуа деп те аталынады, кейбір жерлерде майда етіп турап, бір шай ішетін кесемізді табамызға құйып, майда қыздырып, біздің пиязымызды сарғайғанша қуыратын боласыздар. Міндетті түрде майға қуырып өлтіріп аламыз. Сарғайып, әдемі түске енгеннен кейін барып, біздің жуамыз дайын деген сөз. Мінекей. Осы күйі ыстық кезінде барып, біз жаңағы салаттың үстіне құямыз. Ыстық кезінде құйыңыздар. Ал енді сіздерге тұзын, қантын айтамын. 2 ас қасық тұз, 4 ас қасық қант қосасыздар, қыздар. Дәл мен көрсетілген килограмм бойынша істесеңіздер, дәл осы грамм. 1 ас қасық қара бұрыш майда түрінен, содан соң барып оның үстіне жаңағы біздің қуырылып ыстық күйінде майы дайын болған майымызды құямыз. Және банка атылып кетпес үшін міндетті түрде аспиринді майдалап қосасыздар. Мен бұл жерде 4 таблетка пайдаландым. Ешқандай көп емес, артық та емес. Дәл осы килограмм бойынша осынша 4 таблетка қоссаңыздар болады. Ал енді қолдарыңызға күш салмай, бірінші барлығы қалыпқа енгенше жақсылап тұрып араластырасыздар. Араластырып жатқан кезде осылай өзінің соғы молынан бөлінеді. Ал енді банкымыздың крышкаларын осылай мантаварканың ішіне салып, оның үстіне мантаваркамыздың листісін қойып, банкаларымызды жақсылап тұрып булап алсаңыздар болады. Негізі өздеріңіздің қалауларыңыз қалайда буласаңыздар да. Енді буланған банкымызға ең бірінші қызанағымызды салып, содан соң барып, сәбізімізді барлығын араластыра отыра, банкымызды толтырып, салатымызды жабатын боламыз. Міне осымен салатымызда дайын, соңында осындай соғы қалады, яғни шырыны, оны теңдей қылып банкаларыңыздың үстіне құйып шығасыздар. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Ешқандай атылмайды, жарылмайды. Сіздер айтқандай дымда болмайды. Міндетті түрде жасап дайындап көріңіздер. Қатты қорқып жатсаңыздар, морозильникке сақтап қоюға да болады. Ал енді біз мантаваркамызға мұздай салқын су құямыз. Міндетті түрде оның үстіне осындай шашығымызды қойып, банкаларымызды қайтадан үстіне қойып, мінекей банкаға жетер-жетпес қылып суды толтырасыздар да, енді қайнағанын күтесіздер. Осылай енді бұрқылдап қайнап бастаған кезде 30 минут есептейсіздер.
содан кейін банкіміз біздің дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер каналым ұнаған болса, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецептпен бөлісемін. Сіздермен болған Назерке.